Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі онлайн сағатымыздың тақырыбы экстремизм, қауіпті құбылыс. Экстремизм мен терроризмге жастар қарсы ақпараттық бейне онлайн сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүкіл әлемнің саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және рухани жағдайына ықпал етіп отырған діни экстремизм мен терроризм 21 ғасырдың ең бір өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Террорлық актілерге итермелейтін антагонизмдер және қайшылықтар өсе түсуде. Қазіргі кезде діни фундаментализм мен лаңкестік бір ғана аймаққа, бір ғана мемлекетке тән нәрсе болмай отыр. Әлемдік дәрежеде лаңкестікке апаратын діни экстремизм жалғаса түсуде. Түрлі топтар осыны пайдалану арқылы саяси экономикалық мәселелерді шешуге тырысуда. Бұл ретте Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай деп атап көрсетті. Қазақстанда терроризм, сепаратизм және экстремизм проблемалары бар. Әсіресе халықаралық терроризмнің кең қанат жайған және халықаралық қауымдастық пен аймақтардың саяси, әлеуметтік және экономикалық мәселелерін ұштасып саясиланған ескерсек, олардың тарапынан туындаған қауіп ойдан шығарылған емес, нақты және шынайы өмірлік қауіп. 2001 жылы 11 қыркүйектегі ақш-тағы болған террорлық акт жаңаша сипат алып, терроризммен күрескен бұрын тарихта болмаған халықтардың жаңа кезеңіне негіз болды. Ал орталық Азиядағы орын алып отырған дін атын жамылған экстремизм мен террор топтардың саяси әлеуметтік негіздерін зерттеу өте актуалды мәселе. Біріншіден, дінге байланысты экстремизм мен терроризм көшемен бүгін ғана болған құбылыс емес, оның ертеден келе жатқан тарихы тамыры терең. Қазіргі лаңкестік әрекеттердің мәнін түсінуде адамзаттың тарихындағы діни көзқарастар мен саясаттар мен ғылыми жағынан зерттеуге маңызы ерекше. Өйткені ол осы кездегі діни экстремизм мен терроризм саяси әлеуметтік негіздерін анықтауға жәрдемдеседі. Екінші, қазіргі кезде Қазақстан орталық Азияда қақпа рөлін атқарып тұр. Себебі онда негізгі интеллектуалдық және техникалық потенциалды және үлкен табиғи ресурс шоғырланған Қазақстан әрі еуропалық, әрі азиялық мемлекет. Орталық Азиядағы діни экстремизм мен терроризмнің Қазақстанға тигізер ықпалы қандай? Ауғанстандағы тайланмандарға, Аль-Каида ұйымдарына соққы берілмеген орта азиялық мемлекеттерге діни экстремизм қаупі сейілген жоқ. Онда халықаралық экстремизм ұйымдарының ұялары сақталған. Қазақстан Республикасы болашаққа қатты алаңдауда. Себебі әлемнің көптеген аймақтарында террористік акт жүзеге асырылуда. Оның негіздерінде шыдамсыздық немесе діни экстремизм жатыр. Оған қоса кейбіреулері кінәсіз адамдардың өміріне қауіп төндіре немесе олардың өліміне әкеп соғады. Нәтижесі халықаралық қарым-қатынасқа және мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төнеді. Біздің республика өсіп келе жатқан қауіпті лаңкестік топтардың арасындағы байланысқа және нашақор сатушылар мен конституцияға және адамдардың негізгі құқықтарын бұза отырып, қауіпсіздігіне қауіп тудыруда. Қазақстан Республикасының лаңкестікпен күрес заңында аймақтық келісімге және өзара келісімнің қабылданбаған декларациямен, сонымен қатар лаңкестікпен күрес және оның барлық формда жою өзінің заңдарына көрсетілген. 1999 жылы Қазақстан Республикасы терроризмге қарсы күрес туралы заң қабылдап, 2002 жылы 19 ақпанда жаңадан қалыптасқан жағдайларға 10 ақпанда Қазақстан Республикасының президенті номері 332 бап туралы терроризм мен экстремизм алдын алу және болдырмау шаралары туралы жарлығы шықты. 2000 жылы қазан айында Қазақстан Республикасы Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан Республикасымен бірлесіп терроризмге, саяси діни экстремизмге, трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес шарттарын туралы
заң бекітті. Терроризмге қарсы күрестің негізгі принциптері мен мақсаттары мыналар. Террористік акциялар салдарынан қауіп төнген адамдардың өмірі мен денсаулығына, құқықтарына басым беру. Заңдылықты сақтау. Терроризмнің алдын алуға және олармен күресу. Террористік іс-әрекетті жүзеге асыратын және оны болмай қалмайтындығы. Алдын алу құқықтық, саяси, әлеуметтік, экономиканың насихатталатын кешенді пайдалану. Терроризмге қарсы операциялар жүргізу кезінде таралатын күштер мен құрылғылар басшылық етуге дара басқару қағидаларының негізделеді. Қазақстан Республикасының бірінші лаңкестікке қарсы іс-әрекет алдын алу, тыю, оның жою зардабын жою. Жеке адамдардың қоғамға және мемлекеттік терроризмнен қорғау. Лаңкестік іс-әрекетті жүзеге асыруға жәрдемдеспеу, себептер және жағдайлар анықтау және жою мақсаттарында жүзеге асырылады. Терроризмге қарсы күресті үйлестіру жөніндегі уәкілетті мемлекеттің органдары Қазақстан Республикасының президенті анықтайды. Терроризмге қарсы күресті тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік органдар болып табылады. Және олар мыналар: Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының президентінің күзет қызметі, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі. Келісімге сәйкес, егерде екі жақтың біреуі сұранысты орындау немесе өзара әрекеттерін, нақты іс-шараларын іске асыру оның тәуелсіз құқығы шектесе, қауіп төндірген немесе басқа маңызды қызығушылықтар танытса, немесе өзіндік құқықтың тәртібін, принципін бұзған болса, онда көмек немесе осы іс-шараның қолдануға толық немесе жартылай бастаған іс-әрекеттерін қойылуы мүмкін. Сонымен қорытындылай келетін болсақ, Қазақстан Республикасының ата заңында да, діннің бостандығында толық кепілдік берілген. Алайда бұл еліміздің аумағындағы өз қызметтерін жүргізіп жатқан діни бірлестіктер мен ағымдар түрлі секталар уағызымен ұсынған бағытта ата заңымыздың көрсетілген талаптарының шегінен шығып, өз адамдарының қалыпты өмір сүруіне нұсқалау тигізу тиіс деген ұғымды білдірмейді. Бірақ діни экстремизм мен терроризмнің мәселелері осымен толық зерттеліп болуда деуге де болмайды. Оның саяси әлеуметтік негіздерін Қазақстан үшінде өзекті болғанмен тіпті жеткіліксіз, яғни терроризммен күрес мәселелері актуалды күйде қалып отыр. Орта Азияда діни экстремизм мен терроризмге көптеген заңсыз әрекеттермен, мысалы есірткі қорғау, есірткі қару сату мен адамдардың ұрлаумен тікелей байланысты. Олармен күрес жолдары әлі де болса толық жолға қойылған жоқ. Үшінші мыңжылдықтың басында терроризм мен тоталды қауіпті ұлттық қауымдастықтың және мемлекеттік шекарамен шеңберінен шығып халықаралық сипат алып кетті. Адам айтқысы қантөгіске әкелетін зорлық идеология күшейе түспесе, бәсеңдейтін емес. Онымен күресте барлық елдердің күшін біріктіру қажеттілігі де осыда. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің экстремизм қауіпті құбылыс, діни экстремизм мен терроризмге жастар қарсы бейне онлайн сағатымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Экстремизм мен терроризмге жол бермейік. Сау, саламатта болыңыздар.